былғама, балшыққыма кір жуған оңай емес, су тасыған оңай емес. Жарай ма? Бозарғыш тұрғыны Айжан Қуанышбекованың да үлкен уайымы ауыз су. 57 жастағы тұрғын суды көршілері сияқты бөшкеге емес, пластикалық бөтелкелерге, яғни баклажкаға құйып алады. Сондықтан да су жеткізетіндерді жиі шақырады. 2 аптада, 3 аптада бір келеді. Көршілерге су кезде құйып алам, баклажкаға, бачоктарға құйып алам. Соны жеткіземіз. Өте қиын. Мына заманда свет деген тартып алғанбыз, ортадан ақша жинап. Сусыз, газсыз өте қиын енді 21 ғасыр. Мына заманда енді осындай өмір сүрген бізге жасы келген адамға өте қиын. Айтуынша, сапасыз ауыз судан Айжанның да денсаулығы нашарлаған. Өкімет уақытша болса да су берсе екен деген тілегі бар. Үлкен там салып, қора салып, сондай пландарымыз бар, жаңағын қоршап. Оған жаңағындай қызыл сызық 35-ке дейін дейді. 35-ке дейін біз қарап отыра береміз. Сусыз, газсыз, свет енді бәрі мынандай столбымен мынаның өзі құлайын деп тұр ғой. Ағашпен ғана отырғызған, цемент емес. Цемент болса ол көпке барар еді. Мынау жел болғанда қисайып бір жағына кетіп жатыр, мынандай тіреп қойған. Бұның өзін